Ермек Өтетілеуұлының туғанына 85 жыл. Ермек Өтетілеуұлы 1938 жылы Ақмола қаласында дүниеге келген. Бала кезінен бастап сурет салуға әуес болған ақын мектеп кештерін безендіруге атсалысып, сыныптың қабырға газеттерін жасаған. Ол Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының филология факультетін тәмамдаған. Қорғалжын аудандық Свет маяка газетінде жазушы баспасында әдеби қызметкер болып қызмет етті. 1974 жылдан бастап КСРО одағы жазушыларының мүшесі. Республикалық Балдырған балалар журналында балалар ақыны Әнуарбек Дүйсенбиев, Жақын Смақов, Мұзафар Әлімбаевтармен бірге бір редакцияда қызмет етті. Орыс ақындарының балаларға арналған өлеңдері мен шағын әңгімелерін аударды. Балаларға арналған алғашқы өлеңнің аты «Алыптың алыбы» деп аталады. Балаларға арналған 10-нан астам прозалық және поэзиялық кітаптары жарық көрді. Боз шелек 1968 жылы, Жұлдызша, Жалау, Биік үйдің балалары 1976 жылы, Алақай, Қызықты әліппе, Балақай. Жазушы жас оқырмандарды әр кеш сайын өзін-өзі тыңдай білуге шақырып, өткен күнді адамгершілік ұстаныммен бағалай білуге үндейді. Ермек Өтетілеуұлының шығармалары орыс, украин, өзбек тілдеріне аударылған. Сергей Михалковтың, Яков Акимның, Борис Захадердің өлеңдерін, Чуковскийдің Бармалей ертегісін, Константин Ушинский мен Лев Толстойдың балаларға арналған әңгімелерін, Алан Милның Винни-Пух және бәрі атты повесть ертегісін қазақ тіліне аударған. 2006 жылы Ермек Өтетілеуұлы дүниеден озды.